Қадірлі ағайын, үгіт насихат науқаны өзінің мәресіне жетіп қалды. Осы бір ай ішінде біз халықтың ішінде жүріп, пікірін біліп, ойын тыңдадық. Билікке деген, оның ішінде Нұр Отанның ізбасары Аманатқа деген халықтың пікірі өте жаман. Олар бәрін біліп отыр. Аманаттың қой терісін жамылған Нұр Отан екенін де біліп отыр. Сондықтан тіпті ресми тәуелсіз сарапшылардың қорытындысы бойынша 60%-дан астам азамат ешқандай партияға сенім білдіре алмайтынын, олардың мүддесін қорғайтын партияның Қазақстанда жоқ екенін айтқан. Оған біз де көз жеткіздік. Сондықтан Аманатқа алданудың қажеті жоқ. Ол Нұр Отан, ал Нұр Отанның негізін қалаушы сол Нұрсұлтан Назарбаев екенін ұмытпаңыздар. Аманат осы сайлауға үгіт насихат науқанына 1 миллиард теңге жұмсады. Бұл сұмдық ақша. Біздің қазынадан, қалтамыздан кеткен ақша. Бірақ халықты сендіре алды ма? Сендіре алған жоқ. Сендіре де алмайды. Осы елді тоз-тоз күйге жеткізген, жемқорлықтың шыңына жеткен Назарбаев және оның отбасы, оның шенеуніктері миллиардер болып, қарапайым қазақты кедейлікке жеткізген осы Аманаттың, яғни Нұр Отанның өзі. Соны білулеріңіз керек. Сондықтан да 19 наурыз күні партияларға емес, тәуелсіз үміткерлерге дауыс беру керек. Сіздің маған берген дауысыңыз Иманбаева Инга Ерғайыпқызына, Алматы қаласы бойынша 3-ші округ, Әуезов Алатау ауданындағы азаматтар, маған дауыс берсеңіздер, сіздер Нұрсұлтан Назарбаевтың қамауға алынып, оның ұрлаған, жырлаған ақшасы қайтып, осы елде әлеуметтік теңдік орнауына үлес қосасыз. Мен егер парламентке баратын болсам, бірінші кезекте осы мәселені Нұрсұлтан Назарбаев пен оның отбасына іс қозғауды, оларды қамауға алуды, олардың ақшасын қайтарып, әлеуметтік теңдік орнатуды талап ететін боламын. Одан жасқанбаймын, тайсалмаймын. Сіздердің сеніміңіз, даусыңыз маған күш береді. Сондықтан маған дауыс беріңіздер. Әлеуметтік теңдік дегеніміз не? Ол бір реттік несиелік амнистия. Осыған дейін біз мемлекеттің есебінен тек қана Нұрсұлтан Назарбаевтың отбасына тиесілі банктерге көмектесіп келдік. Енді қарапайым халыққа көмектесетін уақыт жетті. Әрбір азаматқа табиғи байлықтан дивиденд төлену керек. Неге Нұрсұлтан Назарбаевтың қыздары ғана миллиардер болу керек? Қарапайым қазақтың өз үлесін алатын уақыт жетті. Әрбір балаға 18 жасқа дейін 100 мың теңге көлемінде жәрдемақы төленуі керек. Әрбір зейнеткердің зейнетақысы лайықты өмірге жететіндей 600 мың теңге көлемінде болуы тиіс. Әр қазақтың үйі күйі болуы керек. Осы үшін сіздер маған дауыс беріңіздер. Парламентте мен осы мәселенің бәрін көтеріп, бұл билікті орындауға мәжбүрлеймін. Мен соған уәде беремін. Біз өзгертеміз.